Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін бір ғана лимоннан жасалатын керемет лимонный пирогты рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, видео ұнаса лайктарыңызды басып, комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Өте керемет, бұл менде бір жасағана шығып тұрған пирог. Барлық қоспаларды мөлшерімен қанша минут, неше сағат пісіру керектігін осы видеоның астында жазып қалдыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай жып-жұмсақ, биік және лимонный сап-сары керемет пирог дайын болды. Бұны жасау үшін ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны шағып саламыз, үстіне қант салып, жақсылап араластырып, содан соң миксерлейміз. Миксерлеп, қантымыз еріп, массамыз 2-3 есе әппақ болып үлкейгенше миксерлей бересіздер. Массаңыз осылай көтерілгеннен кейін, оның үстіне бір лимонның шырынын қосатын боламыз. Лимонды ең алдымен сыртын жуып тазалап, осылай екіге бөліп, ситадан өткіздім. Өткенде лимонның дәнектері түсіп кетуі мүмкін. Содан соң сыртындағы қабыршығын, яғни цедрасы деп атаймыз, соны теркадан өткізіп қосып жібердім. Бұл бізде сары түс береді және дәмін, ерекше лимонның дәмін келтіріп тұрады. Лимонның цедрасы. Осылай қосып болғаннан соң, оның үстіне еріген сары майды қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды қосатын боламыз. Ұн менде електен өткізілген, оның үстіне разрыхитель қосам және сары түс беру үшін куркуманы қосамын. Егер куркума қоспайым десеңіздер, өздеріңіз білесіздер, бұл міндетті емес. Ең бастысы осы айтылған ингредиенттерді толықтай қосып жасасаңыздар болғаны. Енді бізге миксердің қажеті жоқ, тек осы күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнды қосатын кезде 3 бөлікке бөліп қостым. Әр бөлікті қосқан сайын жақсылап жоғарыдан төмен қарай бір бағытта ғана араластырып отырасыздар. Сол кезде пирогыңыз көтеріліп пісетін болады. Дайын болған масса, оны керек формаға құйып пісіріп алатын боламыз. Менде 20 диаметрлік форма. Оны 20 диаметрлік формаға құйып, қызып тұрған пешке салып пісірдім. Пешіңіз қызып тұруы керек, сол кезде пирогыңыз басылып қалмайды. Мінекей осындай қоймалжың бір келкі қамыр дайын болғаннан соң, сіздің тестіңіз дайын. Енді құйып пісіріп аласыз. Осымен біздің лимонный пирогымыз дайын болып шығады. 180 градуста мен 1 сағат 10 минуттай пісірдім. Қарап тұрасыздар. Жақын қалған кезде шпажкамен тексеріп көруге болады. Бұл пісіп жатқан кезде өте керемет иіс шығады. Лимонның, пирогтың бір тамаша иісі болады өзінің. Жеген кезде де тәтті және қышқылдан болып, ерекше пирог болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай қосатын ингредиенттің барлығы өте оңай. Тек сары май, лимоныңыз болса болғаны. Піскен коржды мен бөлме температурасында суыттым және осылай формасынан суығаннан кейін барып шешіп алдым. Биік болып шыққан, тіпті ортасын бір кесіп, креміңіз болса, крем жағып жүрсеңіз тіпті керемет. Ал менде осындай болып піскеннен соң үстіне сахарный пудрамен әсемдедім және лимонның 2 тілімін осылай қойып шықтым. Бұл пирог өте дәмді, шаймен ішкенге керемет. Қатты, тәтті де, ащы да болып шықпайды, тамаша пирог. Қазір кескен кездегі түрін көрсетемін. Ортасының барлығы толықтай тығыз болып піседі, жұп-жұмсақ. Жасап көріңіздер, барлығы өте оңай. Тез-тез жасап, бірден қолдана беретін пирог. Суытып, бір күн тұрып деген онда ешқандай ережесі жоқ. Керемет, қонақ келген кезде де аяқ астынан пісіре салғанға өте жеңіл пирогтардың бірі. Жалпы менің YouTube каналымда бұдан да бөлек көптеген торттардың, салат, әртүрлі тағамдардың рецепттері бар. Бұл рецепттердің барлығы менде мастер-класстан алынған. Құрамының барлығы толық, бір жасағаннан шығатын нағыз рецепттер, яғни оригинал рецепттер. Жасасаңыздар, қорықпай алып жасай берсеңіздер болады. Алда тағы да көптеген рецепттерді салатын боламын. Менің каналымды қолдап, лайктарыңызды басып, көрген кезде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қазақша каналымның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса кетіңіздер.
мінекей оңай кесіліп тұр, көргендеріңіздей. Мен бірден соған күйінше осылай кесіп тұрмын. Мінекей ешқандай басылып, ештеңке болмаған. Сап-сары әдем болып шықты. Мінекей вилкамен кескен кезде де жұп-жұмсақ. Жасап көріңіздер, ұнаса лайктарыңызды баса өтіңіздер. Өздеріңіздер жасап, керемет отзывтарды қалдыра кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.